Катко компаниясымен қаржылай көмегімен жасалынады. Біздің компаниямыз Эко Network. Бұл проект өзін біз ұйымдастырамыз. Жоба оқушылар арасында экологиялық білім деңгейін арттыруға, экологиялық мәдениетті және қоршаған ортаға жауапты көзқарасты қалыптастыруға бағытталған. Эко рейнджерлер клубы құрылып, қалдықтарды бөлек жинау, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және тұрақты даму қағидаттары бойынша ақпаратты таныстыру шаралары өткізілді. Бұл бағдарлама жасыл мектеп деп айтылады. Осы бағдарламасының құндылығы осындай. Осы 5 мектептердің ішінде бүкіл оқушылар және мұғалімдер осы бағдарламасына экологияландыруға кіреді, қатысады. Көп шаралар бар. Алматы, Астана, көп шаралар, конференция, көп нәрсе бар. Осындай ауылдарға біз арнайы жұмыс істеуіміз керек. Бір мектеп 2 айдың ішінде 3 тонна қағаз, алюминий және пластик жинады. Жоба ұйымдастырушылар қалдық материалдардан түрлі бұйымдар жасап, оларды қатысушыларға сыйлық ретінде тарту етуге болатынын айтты. Мысалы, брелоктар, телефон тұғырлары сияқты заттарды қайта өңделген пластиктен жасап, жақыныңды қуантуды мүмкін екенін түсіндірді. Катко компаниясының өкілдері мұндай экологиялық жобаларға қолдау көрсетуге ниетті. Катко үшін бүгінгі күн өте маңызды күн болып табылады. Біз Созақ ауданында 5 мектепте жасыл мектеп атты экологиялық жобаға демеуші бастамасын негізгі бастамашысы болып табыламыз. Катко компаниясы Созақ ауданында жылына 40-тан аса әлеуметтік жобалар жасайды. Және де осы жақта, осы Созақ ауданында уран өндіргендіктен біз әрине де осы өңірді дамытуға, экологиялық жағын жақсартуға атсалысқанымызға өте мақтан тұтамыз. Жоба қорытындысы бойынша үздік мектепті арнайы комиссия анықтайды. Олардың тәжірибелері өзгелерге үлгі ретінде таратылады.